Ассалаумағалейкум. Бүгін біз ИП-ның налогтарын төлейтін боламыз. Соның ішінде пенсионка, соцотчисление және медстраховка. Ол үшін Каспи приложениемен төлейтін боламыз. Осы бастапқы бетке өткен кезде платежи деген тұр, соған кіреміз. Одан кейін жоғары жағында все дегенді басамыз. Ары қарай штрафы и налоги деген бөлімге өтеміз. Сосын платеж для ИП деген соны басамыз. Осы жерде бірінші тұрғаны обязательный пенсионный взнос. Осыған кіреміз. Сөйтеміз де мына жерде бастапқысында КНП 0 деген жерде оң жағында стрелка тұр. Соған басатын болсақ, осы жерде пенсионканың өзін төлейтін бар, астында соның пенясын төлейтін жері бар. Біз дәл қазір тек қана пенсионканың өзін төлейтін болғандықтан осы біріншісі таңдалып тұру керек. Келесі период оплаты деген жерге қай айға төлейін деп жатсыз. Мысалы, осы кварталдағы қай айға төлейін деп жатсыз, соны төлейтін боласыз. Енді бұл мен өзім жағдайымда айтатын болсам, менде доход болған айларға ғана пенсионка төлейтін боламын. Мысалы, біріншісі менде доход болды. Январьда болды. Январь басып, осылай. Сосын мына жерге иін жазамыз. Осылай иін жазған кезде жаңағы иіннің директорының аты жөні шығады. Сосын мына жерге сумманы жазамын. Мысалы, қанша? 7000 теңге минималкадан. Сөйтемді ары қарай оплатить деп осы жерден төлейтін боламын. Келесі мен январь, февраль осы жалпы осы бірінші кварталдағы ешқайсысын төлемегенмін ай сайын. Негізі ай сайын төлеп отыруымыз керек. Менде төленбегендіктен мен осылай барлығын соңында төледім. Сол себепті бұлардың барлығына пеня жүреді. Оны соңында тексеретін боламыз. Қазір міне осылай төледім. Келесі тура осылай. Мысалы, қай айға? Февральға төледім, мартқа төледім. Апрельде менде доход болған жоқ, сондықтан ол айға төлемедім. Майға доход болды, сондықтан осы айға төледім. Июньға төлеген жоқпын. Осы процестің барлығын қайталап жасадым. Енді келесісі бізде соцотчисление деген тұр. Осыған кіреміз. Бұл жерде тоже жаңағыдай соцотчислениенің өзін төлеуге болады, және сол үшін жүрген пеняны осы жерден төлеуге болады. Біз қазір соцотчисление деген КНП 0.2-ні таңдаймыз. Ары қарай период оплаты дегенге тура жаңағыдай қай айда менде доход болды, сол айдың барлығына мен осы соцотчислениені жүргізіп шықтым. Бірінші жүргізген айым менде мысалы январь, февраль, март, осы 3 айға және майға жүргізілді. Ал апрель мен июньға менде доход болмағандықтан мен ол айларды таңдаған жоқпын. Сондықтан осылай таңдап шықтым. Жаңағы біріншісін қоя салайын. Январь деп, январь айын таңдадым, ары иін төледім, иін жаздым. Сол кезде жаңағыдай аты жөні шығу керек. Мінекей осылай аты жөні шығып тұру керек. Январды таңдадым, иінімді жаздым, ары қарай 2450 теңге деп осы соцотчислениені төледім. Келесі қайтадан осы жерге айналып кірдім, бірақ осы жерде период оплатындайда мен енді келесінде февраль таңдадым, одан кейін мартты таңдадым, одан кейін майды таңдадым, болды. Осы 4 айға мен соцотчисление төледім, сол айларда доход болғандықтан. Келесі бізде болады жаңағы медстрахование. Ол үшін біз үшінші емес, төртінші тұрған взносы, обязательное соцмедстрахование дегенге кіреміз. Осы жерде выберите тип платежа деген жерге кіреміз да, міне индивидуальный предприниматель деген жерді ғана таңдаймыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде пеня жоқ. Пеняны біз жаңағы үшіншісінен таңдаймыз. Қазір көрсетемін оны. Міне осылай таңдалды. Енді период оплаты деген жерге бұл бізде доход болса да, болмаса да төлену керек болғандықтан мен барлық 6 айға да төлеп шықтым. Яғни январға да, февральға да, мартқа, апрель, май, июнь бөлек-бөлек әрқайсысына кіріп төлеп шықтым. Енді біз дәл қазір біреуін таңдай салайық, мысалы июнь деп. Сөйтеміз де осы жерге кіреміз де ин плательщика деген жерге жаңағы инімізді жазамыз. Так, келесі басқа айды таңдай салайын. Менде мына жерде уже төленіп қойған деп тұр. Сондықтан август дей салайыншы. Продолжить десем, мінекей осылай шығады. Ары қарай продолжить десеңіздер, сол айға жаңағы сумма ұсталады. Осылай, яғни бірінші кварталдағы барлық төлемдердің барлығын төлеп шығамыз. Осыны төлеп болғаннан кейін біз енді уақытылы төлемегендіктен міндетті түрде пеня болады. Сол пеняны біз қалай тексеретінімізді мен парақшамнан көрсеңіздер болады. Жаңағы каналдарыма кіріп, сол жердегі видеоларды қарасаңыздар, немесе астына сілтеме қойып қоямын, сол сілтемеге қарап көрсеңіздер болады. Сол жерде пеняны қалай төлейтінімізді көрсететін боламын.